Гидронефроз бұл бүйректің және бүйрек тостағанша жамбас жүйесінің кеңеюімен сипатталатын кең таралған жағдай. Бұл жүктілік кезінде антенаталды ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықталатын ең жиі кездесетін аномалия. Таңқаларлығы осы балалардың 50 туылған кезде қалыпты болып шығады, ал қалған 50-ында айтарлықтай себеп болуы мүмкін. Бұрын, яғни 20-30 жыл бұрын, бұл балалардың көпшілігі тек симптомдары пайда болғанда ғана анықталатын еді. Яғни инфекция дамығанда, іштің ісінуі байқалғанда немесе баланың зәр шығару қызметі төмендеп, зәрінде көп мөлшерде ірім болғанда ғана анықталатын. Ультрадыбыстық зерттеудің дамуының арқасында қазір бұл жағдайды жүктілік кезінде анықтай аламыз, және қазіргі таңда бұл ауруды анықтаудың ең кең таралған әдісі болып отыр. Бүйректің ісінуі, яғни гидронефроз, жүктілік кезінде анықталатын ең жиі диагноздардың бірі болып табылады. Бұл балалардың барлығына бірдей араласу қажет емес, бірақ диагноз қойылғаннан кейін бүйрекке зиян келтірмей тұрып, дер кезінде араласуымыз керек. Сондықтан гидронефроз диагнозы жүктілік кезінде қойылғаннан кейін, бұл балалар туған кезде клиникалық түрде тексеріледі. Содан кейін 3-ші күні ультрадыбыстық зерттеу арқылы диагноз нақтыланады, әрі бұл зерттеу 4-6 аптадан кейін тағы да қайталанып расталады. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, бітелудің бар жоғы ядролық сканерлеу арқылы анықталады. Бұл бізге екі түрлі ақпарат береді. Біріншіден, бітелудің бар жоғы анықталады. Екіншіден, бүйректің қызметінің қаншалықты бұзылғаны бағаланады. Осы ақпаратқа сүйене отырып, бітелудің бір жақты ма, әлде екі жақты ма екені, оның ауырлығы мен маңыздылығы, сондай-ақ бүйрек қызметінің төмендеуі бар жоғы анықталады. Осыған байланысты не консервативті ем таңдалып, бақылау жүргізіледі, не болмаса операция жасап, араласу арқылы нәресте туғаннан кейін бүйрекке одан әрі зақым келу қаупін азайту туралы шешім қабылданады. Гидронефрозға жасалатын ота пилопластика деп аталады. Мұнда бітелген бөлікті алып тастап, кең анастомоз арқылы бүйректің үздіксіздігін қалпына келтіреміз. Бұл операция ашық әдіспенде жасалуы мүмкін. Алайда қазіргі уақытта бұл операция минималды инвазивті әдіспен, негізінен лапароскопиялық жолмен, яғни лапароскопиялық пилопластика түрінде жасалады. Ал үлкен балаларда бұл роботтық хирургия арқылы да орындалуы мүмкін. Лапароскопиялық пилопластика бұл ауруды әдетте анықтайтын және 4-6 аптада ота жасайтын жаңа туған нәрестелерге де қауіпсіз түрде жасалады. Лапароскопиялық пилопластиканың артықшылығы бұл балаларда тіліктер өте кішкентай болады. Сондықтан ауырсыну аз болады және қалпына келу уақыты өте жылдам. Сол себепті гидронефроз өте жиі кездесетін хирургиялық жағдай. Ол әдетте антенаталды ультрадыбыстық зерттеу кезінде анықталады. Диагноз босанғаннан кейінгі тексеру арқылы расталады. Ал қажет болған жағдайда бұл балаларға минималды инвазивті хирургия арқылы қауіпсіз түрде ота жасауға болады.